Бүгін біздің білім ордамызда хан тәңірі мұзбалақ Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына орай іс-шара өтті. Алматы қаласында қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, халық жүрегінен орын алған ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 95 жыл толуына орай әдеби іс-шара ұйымдастырылды. Мерейтойлық кешке әдебиет танушылар, ұстаздар мен оқушылар қатысты. Іс-шара барысында ақынның өмірі мен шығармашылық жолына арналған баяндама жасалып, оның өлеңдері мәнерлеп оқылды. Сонымен қатар поэзияға жазылған әндер орындалып, сахналық көріністер көрермен назарына ұсынылды. Бүгінгі біздің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің бірлестігінің ұйымдастыруымен мектебімізде өлеңмен өрілген өмір Мұқағали Мақатаевтың туғанына 95 жыл оруына орай әдеби сазды кеш өтті. Бұл бүгінгі кештің мақсаты біздің ең бірінші оқушыларымыздың өлеңге деген құштарлығын, жырға деген құштарлығын ояту. Біздің әдеби осындай сазды кешіміз біздің көпшілік оқушылар мен ұстаздардың барлығына өте ұнады деп ойлаймын. Қатысушылар ақын шығармаларының қазақ руханиятындағы орны мен тәрбиелік маңызына ерекше тоқталды. Ақиқи ақын Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шара өте жоғары деңгейде өтті. Көрермен ретінде керемет баға бере аламыз. Жас ұрпақтың бойына отансүйгіштікті, елжандылықты, жалпы поэзия әлемін жеткізе білді деп ойлаймыз. Ұйымдастырушыларға көп алғыс айтамыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл кеш жас ұрпаққа әдеби мұраны танытуға, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге бағытталған. Шара соңында қатысушылар ақын рухына тағзым етіп, естелік суретке түсті. Ерген Аягөз, Қайсар қызы Мейірлі, Смадиярова Аружан, Ұрпақ үні медиа.